Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса тән жанға қонақүй бола алмайды. Хам өзі өспейді, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демекілік, не көрсе соған талпынып, жалтыр-жұлтыр еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап, тамағына, бетіне басып қарап, сырнай, керней болса, даусына ұмтылып, оны ер жетіңкірегенде, үй түрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене, бұл немене деп, ол неге үйтеді, бұл неге бүйтеді деп, көзі көргенін, құлақ естігеннің бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары, білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деген. Дүниенің көрінген, һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса дәнелеп, білмесе, адамдықпен орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмайды, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны, сол қуат жетпеген, мый толмаған, ессіз бала күндегі бұл немене, ол немене деп бір нәрсені сұрап білсем дегендегі ұйқы, тамақ та есімізден шығып кететұғын құмарымызды ер жеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екен? Сол өрістетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Ол жанның тамағы еді. Тәннен жан артық қой. Тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ. Біз олай қылмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүр екен. Ер жеткен соң, күшенген соған билетпедік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілмен қарамадық. Көзбен де жақсы қарамадық. Көңіл айтып тұрса да сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көргеннен ақ тойдық. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетіпті дейміз. Біреу кеткенін айтса да ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, ой тәңірі, кімнен кімнің артық дейсің дейміз де, артығын білмейміз. Айтып тұрса ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбенен көрген біздің хайуан малдан деміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы екенбіз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білем деп таласпайды. Біз түк білмейміз. Біз де білеміз деп надандығымызды білімділікке бермей таласқанда, өлер тірілерімізді білмей, күре тамырымыз адырғайтып кетеміз.